Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге карамельді пирогтың рецептімен бөлісемін. Бұл пирог қазіргі таңда хит болып жатыр. Міндетті түрде менің каналымда дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, керемет, дәмі ауызда еритін пирогтардың бірі. Ең алдымен пирогымыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін алдын ала дайындалған ұнымызға және бөлме температурасындағы сары майымызды дәл осы видеода көрсетілгендей крошка жасап алатын боламыз. Екі қолымыздың көмегімен осылай майымызды ұнымызға араластыратын боламыз. Маргарин қолданбаңыздар, бірден айтайын, міндетті түрде 82% сары май қолданамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне бір шай қасық болатын разрыхителімізді салып, сол қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте қамырымызды илейтін сұйықтықты дайындап аламыз. Ол үшін бізге сұйық май, бір сарыуыз, қант және қаймақ қажет болады. Осы сұйық майдың үстіне жұмыртқамның сарысын, қантымызды және қаймағымызды қасықтың көмегімен жақсылап барлығын салып аламыз да вилканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Карамельді пирогтың рецебін дәл осы видеоның астында описание бөлімінде толық рецебін қалдырдым. Сол жерден қарай аласыздар. Бір жасағаннан шығатын пирог өте сәтті рецепт. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Барлығы жақсылап араласқаннан кейін құрғақ қоспамыздың ортасына құйып, қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр жасайтын боламыз. Өте жұп-жұмсақ біркелкі қамыр шығуы қажет. Қамырды илеу барысында ешқандай сүт те, су да қоспайсыздар. Осы сұйықтықтың көмегімен барлығын илеп шығамыз. Дәл осы видеода көрсетілгенде қамыр шығуы қажет. Қамырымызды илеп иін қандырамыз да видеода көрсетілгендей дөңгелек формаға келтіріп, әп-әдемі қылып целлофанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Міндетті түрде тоңазытқышқа салыңыз, мұздатқышқа салуға болмайды. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге вареная сгущенка және де жұмыртқа қажет болады. Міндетті түрде қыздар, вареная сгущенкаңыз міндетті түрде сапалы, яғни качествосы жоғары болуы қажет. Ыдысымызға салып аламыз да үстіне жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Шамамен 10 минуттай, 15 минуттай араластырамыз. Толықтай біркелкі масса болғанша, екеуі жақсылап араласқанша араластырамыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қоймалжың масса болу қажет. Кішкене ғана вареная сгущенканың түйіршіктері қалады, ол ештеңе етпейді. Үстіне сливкиімізді құйып, жақсылап тағы да араластырамыз. Міндетті түрде сливкиіңіз 34-33% болуы шарт емес. Мен қазір 26% шантипактан жасап жатырмын. Өте дәмді шықты. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, кішкене ғана бөлігін мен алып қоямын, бетін сәндеу үшін. Формамызға пергамент қағазын кигізіп, дайындап алатын боламыз. Мендегі дәл қазіргі форманың диаметрі 20 сантиметрлік. Сіздер одан да үлкен формаға пісірсеңіздер де болады. Формамызға қамырымызды әдемілеп орналастырамыз. Барлық жерін бір тегіс әдемі қылып. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Жиектерінде қолымыздың көмегімен әп-әдемі қылып, бір-бірдей қылып шығатын боламыз. Және де қоспамызды тағы да бір рет венчиктің көмегімен араластырып жіберіп, осы формаға ортасына құятын боламыз. Дәл осы кезде пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Міндетті түрде бетін осылай тегістеңіздер. Ең соңында қолымыздың көмегімен жиегін осылай бірдей қылып әдемілеп шығамыз. Және де қалған жаңағы кішкентай қамырымызға бетіне узор салсаңыздар да болады. Мен осылай қолыммен үзіп әдемілеп крошка жасап шығамын. 180 градуста 30 минут, 40 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей менің карамельді пирогым дайын болды. Қызарып әп-әдемі болып шығады. Міндетті түрде піскенін осындай ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп шығатын боламыз. Барлық жерінен қамырына толықтай ортасына дейін салып тексеріп шығамыз. Формамыздан босатып, суытып аламыз. Ыстық күйінде пирогымызды кесуге болмайды. Қараңыздар, биіктігі осылай көтеріліп әдем болып шығады. Әсемдік ретінде бетіне сахарный пудраны сепсеңіздер де болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қонақ келгенде ұялмай қоятын пирогтардың бірі. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсететін боламын. Өзінің формасын ұстап, сондай жұп-жұмсақ болып шығады.
сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрметті менің көрерменім, менің каналымнан қандай да бір керемет рецепті көргіңіз келсе, дәл осы видеоның астына комментарий бөлімінде өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая. Келесі кездескенше ас болсын.